Пайғамбарымыздың жұбайлары. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мүміндердің анасы дәрежесіне ие 11 жұбайы болғаны ислам әлеміне мәлім. Ал Мұхаммед пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам басқа мұсылмандарға 4 әйелден артық алуға шариғатта тыйым салынған. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам көп әйелге үйленуі дін дұшпандары айтқандай, оның әйел құмарлығынан емес. Өйткені оның саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыздан басқа әйелдерінің барлығы бұрын тұрмыс құрған жесір және кейбіреулері егделеу болған. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларды өз қамқорлығына алу және басқа да адамгершілік мақсаттарды жүзеге асыру үшін үйленген. Әрине, бұл біз үшін жақсы. Өйткені бұл аналардың әрқайсысының өмір жолында бүкіл мұсылман қауымы өз жанынан да артық көрген, көркем өнегесіне мұқтаж болған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жарқын бейнесі сақталған. Олардың әрқайсысының өмір жолы бізге сабақ, үлгі өнеге. Олар туралы жақсы ойда болу және олар жайында жақсы сөздер айту ислам ақидасының бір тармағы ретінде қарастырылады. Тахауия ақидасын жазған Абу Джафар ат-Тахауи аталмыш еңбегінде кім Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары және оның әрбір ластықтан пәк әйелдері мен әрбір жамандықтан таза ұрпақтары турасында жақсы сөйлесе, ол сөйлеуші адам мұнафықтықтан, екіжүзділіктен арылады деген. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен сендерге 2 құнды нәрсе қалдырамын. Біріншісі Аллахтың кітабы, онда тура жол мен нұр бар. Ендеше Аллахтың кітабын ұстаныңдар да одан айрылмаңдар. Ол саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың кітабына ілесуге адамдарды үгіттеуге кіріскен. Екіншісі менің отбасым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай деп 3 рет қайталаған. Мен тағы да менің отбасыма қатысты нәрседе Аллахтан қорқуларыңды ескертемін деген. Олардың өмір жолын оқып үйрену, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам отбасындағы өнегелерімен танысуда өте құнды. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам сендердің ең жақсыларың отбасына, әйеліне жақсыларың. Мен сендердің араларыңдағы өз отбасына ең жақсы адаммын. Мүміндердің ішіндегі ең иманы толық, мінез құлқы жақсысы өз отбасына, әйеліне жұмсағы деп айтқан. Әсуад ибн Язид бірде Айша анамыздан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйде не істейтін еді деп сұрайды. Айша анамыз үй тірлігін істейтін, ал азан айтылса намазға шығатын деп жауап беріпті. Міне, осы пайғамбарлық үлгі мүміндер аналарының өмір жолында көрініс тапқан. Асыл аналарымыз мұсылмандардың шариғат үкімдеріне жауап алуы және бұралаңы мен қиыс жолдары көп дүние тіршілігінде адаспаулары үшін басшылыққа алатын 2 ұлы қайнар көздің бірі сүннетті жеткізуде үлкен рөл атқарған. Олар туралы ғайбат сөз айту, пасықтық, ал олармен некелесу мұсылмандарға харам етілді. Өйткені олар біздің аналарымыз. Пайғамбар мүміндерге өз жандарынан да артық, ал оның әйелдері мүміндердің аналары. Ахзаб сүресі 6 аят. Сендерге Аллахтың елшісіне азар беруге және өзінен кейін оның әйелдеріне үйленуге болмайды. Егер олай істесеңдер, ол Аллахтың алдында зор күнә. Ахзаб сүресі 53 аят. Оларға пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жұбайы болу міндеті жүктелген. Олар Аллах тағала тарапынан бір-бірімен жалғасқан нұсқау бұйрықтар алған. Ей пайғамбар әйелдері, сендерден кім ашық арсыздық істесе, оның азабы 2 еселенеді. Бұл Аллахқа оңай. Сендерден кім Аллахқа, оның елшісіне бойұсынып, ізгі амал жасаса, оған сауап 2 рет беріледі. Әрі біз оған мол ризық дайындап қойдық. Ей пайғамбар әйелдері, сендер басқа әйелдердің біреуіндей емессіңдер. Яғни өзге әйелдермен бірдей емессіңдер. Егер тақуалық қылсаңдар, бөгде еркектерге назданып сөйлемендер. Онда жүрегінде дерті бар адам сендерден дәмеленеді.
Ендеше тура сөз сөйлеңдер, өз үйлеріңде отырып, алғашқы жахилият дәуіріндегідей ашық-шашық жүрмеңдер, намаз оқыңдар, зекет беріңдер, Аллахқа және оның елшісіне бой сұныңдар. Ей пайғамбардың үй іші, Аллах сендерден ластықты, яғни күнәларды кетіріп, сендерді тазартуды қалайды. Сондай-ақ үйлеріңде оқылған Аллахтың аяттары мен хикметті еске алыңдар. Расында, Аллах құлдарына жұмсақ, олардың жағдайларынан толық хабардар. Біздің пакиза аналарымыз осы берекелі жүкті абыроймен арқалап өткен. Сөйтіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының тұлғалары Құранда мәңгі сақталған. Онымен бірге тілауат етілетін ғибадатқа да айналған. Олар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам ешқашан дүние тіршілігі мен оның сән салтанатына алмастырған жоқ. Аллах тағаладан: ей пайғамбар, әйелдеріңе айт, егер сендер дүние тіршілігі мен оның сән салтанатын қалайтын болсаңдар, онда бері келіңдер. Сендерге біраз дүние берейін де, көркем түрде қоя берейін. Ал егер Аллахты, оның елшісін және ақырет мекенін қалайтын болсаңдар, расында Аллах сендердің араларыңдағы жақсылық істеушілерге үлкен сауап әзірлеген. Ахзаб сүресі 28-29 аяттар деген аят түскенде, бәрі де бір ауыздан: біз Аллахты, оның елшісін және ақырет мекенін қалаймыз деп жауап берген. Аллах оларға разы болсын. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.